Естерінде ма қыздар? Мектепте ше, шаштарың алба ажыл болып бор жеп жүрушедіңдер өздерінде ба? Тура сөйтіп күйеулерің миларын жеп жүрген. Қойшы. Сенбейді. Айдар, сол бет өзгермегенсің ғой, мектепте қандай әлі сондайсың. Қайтемер. Айдар өзгерген. Сендер кезінде менсінбей жүрген Айдарлардың қазір біз отырған ресторанның бастығы. Қойшы. Шынба? Молодец. Не керегі бар ондай информация? Бекерге қыздардың жүрегін ауырттың ғой. Айдар, сен мектепте әрең оқитын едің ғой? Соны айтам да? Жанка, негізі ақша санау үшін әріп тану міндетті емес екен. Ол бір. Енді мынау өміріңнің бағытын жалпы мәнін өзгерту үшін мектептегі бағалардың ешқандай да септігі тимейтініне көзім жетті. Бар болғаны сол. Ладно, қыздар, давайте басқа әңгіме етейік. Сөйтейікші. Осы Қуаныш, Жасұлан дейтін балалар бар еді ғой? Иә. Мектепте үндемей жүретін еді, сол күйі үн-түнсіз кетті солар. Солар қайда? Қайда? Ой, олар қазір милиция. Да? Шынба? Серьезно? Енді осы сондай, мектепте үндемеймін, жүретін бәрі мен болады да, двоечник-троечниктер кәдімгі бизнесмен байып кететін. Оқығандар. Сен құсап жүреді да қайтып. Қойшы, сөйтесің енді. Жеп отшы бірнеше. Айтпа, WhatsApp-та, чатта деймін да. Барлығымыз бір Дубайда демалатындай айтамыз. Ой, айтпа. На самом деле, жиналдық 4-5 адам. Ауғы осы. Иә. Бірақ Айдар молодец. Рестораның бар. Басында ыдыс-аяқ жуушы болып келген. Да? Шынба? Қолым фейри болып ыдыс-аяқ жуатын. Одан кейін официант болдым. Әркімнен бір сөз естім. Енді мінекей, Құдайға шүкір, осы жерді басқары біраз адамға жұмыс беріп отқан жайымыз бар. Айдар әбден. Молодец. Сізді 1 минут қалады ма? Иә, қазір 1 минут. Барам қазір 1 минут. Сендер алып ішіп-жеп қысылмай отыра беріңдер. Менің бір маңызды клиентім кеп қалды. Жарайды. Жесек?